Так, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Начнем, иншаллах. Бисмиллахи алхамдулиллахи нахмаду ва настагинуху ва настагфируху наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Сабақтарымызды жалғастыра отырып, иншалла, біздер бүгін жумля фиғлиямен танысатын боламыз. Біздер айттық, жумля деген нәрсе араб тілінде екі түрі болады дедік, жумля исмия және жумля фиғлия дедік, исмия исім сөзден басталады дедік, фиғлия фиғл сөзден басталады дедік. Екі-ақ түрі болады, сестры. Және араб тілінде олай мүмкін, бізде қазақ тілінде, орыс тілінде мысалы әртүрлі оған мән беретін нәрсе емес. Мысалы, қазақшада мен базарға бардым, мен базарға бара жатырмын деген сияқты көбінесе фиғл сөйлемнің соңында жүреді. Ал араб тілінде болады фиғл алда жүретін кездері, себебі ондай конструкция әрине оның иғробына да әсер етеді. Мысалы, хораджа хамидун маға холидин деген сөйлемді қарастыратын болсақ, хораджа хамидун маға холидин. Так. Жумля фиғлияда, сестры, неліктен олай бөледі? Себебі грамматика бойынша жумля фиғлияда ең басты сөйлем мүшелері басқа нәрселер. Мубтада, хабар деген тек қана жумля исмияға қатысты нәрсе. Мубтада және хабар деген сөйлем мүшелері ол тек қана жумля исмияда болатын нәрселер. То есть жумля исмияның ең басты сөйлем мүшелері. Ал жумля фиғлияда фағил, фиғл және фағил деген сөйлем мүшелері болады. Фиғл дегеніміз ол іс әрекетті білдіретін нәрсе, іс әрекетті білдіретін, келдім, бардым деген сияқты. Және фиғлдің айта кетер болсақ, сестры, фиғлдің үш шағы болады. Араб тілінде де үш шаққа бөледі. Мысалы, біз қазақ тілінде өткен шақ, осы шақ, бұйрық райы деген сияқты айтатын болсақ, араб тілінде де ол бөлінеді негізі. Иншаллах, бірінші томда біздер мадинмен танысамыз, тек қана осы өткен шақпен, фиғл мадин өткен шақтағы етістіктер. Және болады фиғл мудорих болады. Ол мудорих дегеніміз ол осы шақтың етістігі. Және амр болады, ол бұйрық райы. Амр деген бұйрық райы, ол фиғлдің мына үш түрі болатынын айтып жатырмыз. Үш шақта болады. Әрине, бірінші томда біздер тек қана мадинмен толықтай жіктеп, мен келдім, сен келдің, сен кеттің, біздер бардық деген сияқты нәрселерді өтеміз. Мудорих пен амрды екінші томда алады, иншалла. Енді бастысы ол бәрі де фиғл іс әрекетті білдіретін нәрсе. Және фағил ол сөйлем мүшесінің аты кәдімгі. Фағил деп біздер нені түсінеміз? Іс әрекетті жасаушы, действующее лицо деп айтады. Действие и действующее лицо. Фиғл деген действие, фағил действующее лицо. Енді осы екі нәрсе обязательно жумля фиғлияның ең басты сөйлем мүшелері болып табылады. Жумля фиғлияда обязательно фиғл, обязательно фағил болуы керек біздің грамматика ережелері бойынша. Енді соларды біле отырып біздер иғроб жасайық. Қазір иншалла мына сөйлемді талдайық. Хораджа, біз оған не дейміз? Әр сөзді кәдімгідей талдаймыз. Фиғл мадин мабниюн алал фатхи ла махалла лаху минал иғроб деп айтылады екен. Так, фиғлдерге фиғл мадин всегда мабни, сестры. Фиғл мадин всегда мабни. То есть ол ешқандай падеждің орнын алмайды. Оған иғробта фиғл мадин мабниюн алал фатхи. Неге алал фатхи дейміз? Себебі ол положениесі фатхаға бітіп тұр. Мабниюн алал фатхи ла махалла лаху деп айтамыз. Ла махалла лаху минал иғроб дегеніміз не? Ол иғробта орны жоқ, ешқандай сөйлем мүшесі болмайтынын айтамыз. Себебі ол ешқандай падежді алмайды. Ешқандай роф, насб деген сияқты падеждерді ешқайсысын алмайды. Сондықтан ла махалла лаху минал иғроб деп айтылады. Так, бұл фиғл. Хамид дегеніміз бізде ол іс әрекетті жасаушы. Шықты хамид.
Халидпен бірге деп тұрмыз, иә. Кім шықты? Хамид шықты. Хамид бізде фағил деген сөйлем мүшесі болады. Фағил всегда марфуғун деп жаттап алу керекпіз, сестры. Фағил мубтада хабар сияқты, ол да всегда марфуғун, то есть фағил всегда роф септігінде болады, марфуғун. Сондықтан фағил марфуғун ва алямату рофихи ад-домма деп айтамыз екен. Себебі сондықтан да біз мына жерге дамма қоямыз, иә, басқа нәрсе қоймаймыз. Себебі біз иғробын біле отырып, сестры, харакаттар қойылады. Фағил марфуғун ва алямату рофихи домма. Болды. Маға кәдімгідей біз өткен сабақта айттық па, жоқ па? Зорф. Мәкән мансубун ва алямату насбихи аль-фатхату ва хуа мудоф. Кәдімгі зорфтар сияқты өзінен кейін мудофын илейхи талап ететін зорф. Ма деген зорф мәкән заман емес, иә. Ва хуа мудоф. Халидин бізде мудофун илейхи мажрурун ва алямату жаррихи аль-касрату. Ва алямату жаррихи аль-касрату деп айтамыз екен. Осындай иғраб жасалады. Әр сөзді біздер міне талдап шықтық. Ең бастысы бұл жерде обязательно фиғл, обязательно фағилдің болуы. Обязательно фағилдің болуы. Енді бұл жерде айта кететін нәрсе фағил туралы, иә, сестры. Фағил дегеніміз всегда марфуғун, ол бір, және конструкция бойынша, иғробы бойынша ескеретін нәрсе фағил всегда фиғлден кейін жүреді. Фағил всегда фиғлден кейін жүреді деп айтамыз. Иә? Мысалы, мына сөйлем хараджа хамидун маға халидин. Бұны жүмлә исмия етіп айтуға болады. Ешқандай мағынасы бойынша разницасы болмайды. Тек конструкциясы бойынша әрине, және иғробы бойынша ерекшеленеді. Хамидун хараджа маға халидин деп айта аламыз екен. Бұл жерде уже бұл не? Жүмлә исмия, себебі бұл исім сөзден басталып тұр. Әрине бұл мағына жағынан, иә, мағына жағынан хамид деген сөз ол фағил болып есептеледі. Бірақ иғробта емес. Оны фағил деп жалпы түсінсек та, иә, потому что іс-әрекет жасаушы сол ғой, енді басқа нәрсе емес. Бірақ оны иғробта айта алмаймыз фағил деп. Неге? Себебі иғробтағы фағил ешқашан фиғлдің алдына шықпайды. Фиғлден кейін жүру керек болады. Иә? Бірақ мұнда конструкция болады айтуға. Хамидун хараджа маға халидин деп айтуға болады, жүмлә исмия ретінде. Ол кезде уже хамид бізде не болып кетеді? Мубтада болып кетеді, иә? Мубтада марфуғун ва алямату рофхихи ад-домма деп айтамыз. Әрине ол мубтада болып кетті. Хамид дегеніміз мубтада болып кетті. Мубтада болып кетеді. Хараджа отдельно айтамыз, ол не? Фиол. Так. Фиол. Мадин мабниюн алал фатхи ла махалла лаху минал иғроб. Енді біз айттық қой, фиғлден кейін обязательно фағилді жазуымыз керек. Көрсек та, оны көрмесек та, сонда не дейміз? Вәл фағил, оны дамир, мустатир. Дамирун, мустатирун, тақдируху хуа деп айтылады. Ол не деген сөз? Обязательно иғробта біздер фағилді айтып кетуіміз керек. Себебі, сестры, неге? Мына жерде хамидун хараджа маға халидин дегеніміз жүмлә исмия, бұның ішінде хамид деген мубтада, ал хабары, сестры, хабары жүмлә фиғлия ретінде келген. Сондықтан, мына жүмләнің ішіне кірген жүмлә ғой, мынау жүмлә кубра, мынау жүмлә суғра деп айттық, иә? Жүмлә суғра бұл жерде хабар, әрине. Біз өткенде айттық қой, хабардың қандай түрлері бар? Муфрат болады, шибхул жүмлә болады, хабар жүмлә болады. Әрине ол жүмлә дегеніміз
деген соң біз уже білеміз, жумля ол исмия болуы мүмкін, немесе фиғлия болуы мүмкін. Солай ғой. Сондықтан бұл жерде хабар жумля фиғлия ретінде келген. Ал жумля фиғлия дедік. Иә, жумля фиғлияда обязательно не болады дедік? Обязательно фиғл, обязательно фағил. Обязательно оны иғрабта айтып кетуіміз керек. Енді фиғл мына жерде көрініп тұр бізге, фағил бірақ бізге не көрінбейді. Фағил көрінбесе, біздер оны осындай түрде жазып кетеміз екен. Сонда біз біліп тұрмыз, мына жерде дамирдің, дамир дегеніміз мен, сен деген нәрселер ғой, оның үш түрі болады. Сонда дамир муттасил болады, мунфасил болады және мустатир болады. Муттасил дегеніміз бірге жазылатын дамир, мунфасил дегеніміз бөлек жазылатын дамир, және мустатир дегеніміз скрытый дамир ретінде. Сондықтан бұл жерде фағилді көрмесек та, біздер дамир мустатир бұл жерде тақдируху хуа деп иғрабта айтылып кетеді. Дамир мустатир тақдируху хуа деп иғрабта айтылып кетеді екен. Әрі қарай маға, как обычно студия сөйлемдегідей, маға зорф макан, уахуа мудоф холид, мудофун илейхи болады екен. Оны жазбай қояйық, сосын әрі қарай міне мына жерге жазып кетем, минус қойып. Әрі қарай вал жумлатул фи'лияту хараджа маға халидин фи махалли роф хабар деп айтып кетеміз екен. Вал жумля фи'лия хараджа маға халидин фи махалли роф хабар болады екен. Түсінікті ма? Бұл жерде жумля фи'лия хабар болып тұр. Жумля фи'лия хабар болып тұр екен. Осындай моменттерді ескеру керек. То есть біздер жумля фи'лия ретінде айтуымызға болады, немесе жумля исмия ретінде де айтуға болады екен. Так, жумляның ішіне жумля, оның ішінде кірген жумля фи'лия. Фағилді көрмесек та, біз фағилді осындай түрде жазып кетеміз. Так, келесі моментті қарасақ, бізде әлләзиден кейін, мысалы, біз айттық өткен сабақтарда, әлләзиден кейін немесе жумля, немесе шибхул жумля келеді дедік, иә? Мысалы, ат-толибул ләзи, мысалы, иә, ат-толибул ләзи хараджа, иә, хараджа мин аль-хинди. Не дедік? Студент, который вышел из Индии. Шыққан студент, шығып кеткен студент, шыққан студент Индиядан. Ат-толибу. Ол мубтада, марфуун, ва аламату рафхихи ад-дамма. Аллази اسم موصول وعلامة اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت. Әлләзиден кейін келіп тұр, біз әлләзиден кейін кусочегі бар деп жүрдік, өзінің кусочегі бар. Әрине, әлләзиді түсіндіретін, который что? Который вышел, понимаете? И сол вышел деген сөз бізде уже жумля ретінде келіп тұр. Қазір целая жумля ретінде келіп тұр. Хотя мы видим только одно слово, хараджа, фи'ль. Даже если мы не видим его фағиля, это является, он скрыт же, мана айттық қой, дамир мустатир ретінде жүреді деп, фағиля. Сонда да біз бір сөзді көргенімізбен, ол сөз, ол жаңа фиғл мен фағилден тұрған нәрсе, сөйлем болып есептеліп тұр, хараджаны көріп тұрмыз, фағилді көрмей тұрмыз негізі. Сол фиғл мен фағил бізде не? Жумля фиғлияны береді дедік. Ең басты фиғл мен фағил болуы тиіс дедік. Сондықтан хараджа, оған айтамыз фиғл. Мадин мабниюн. Мабниюн алал фатхи. لا محل له من الإعراب. والفاعل نديمس ضمير مستتر تقديره هو деп айтылады. ضمير مستتر تقديره هو деп айтылады.
Әрине, обязательно біздер фиғылдан кейін фағылды жазып кетуіміз керек. Мин, так, бұл жерде миннен бұрын біз не деп айтып көреміз? Вашибухул, вал джумлятул, так, фиалияту, хараджа, өзін жазамыз, хараджа, силатул маусул, ла махалла лаха минал иғроб. То есть біздер обязательно мына хараджаны жумля фиғлия деп айтып, ол сила болып есептелетінін айтып кетеміз. Сила дегеніміз связанный с маусуль, связка маусуля. То есть именно әллазимен жүретін хвостигі, әллазиді түсіндіретін нәрсе. Ол немесе шипкул жумля, немесе жумля. Міне жумля ретінде келген түрін міне қарастырып жатырмыз бүгін. Мин харфжар. Так, мабниюн аля сукун لا محل له من الإعراب. الهندي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. енді وشبه الجملة من الهندي фи махалли роф хабар болып есептеледі. Толип сонда ең басты нәрсе біз айтып тұрғанымыз студенттің Индиядан екені. Ал қай студент, қандай студент дегеніміз, оның біз не қосымша ақпарат екенін біліп тұрмыз. Себебі мынаның бәрін қосып алып тастайтын болсақ, ат-толибу минал хинди деген мубтада мен хабар ең бастысы болса болды. Солай ғой, ой аяқталып, сөйлем дұрыс болып есептеліп тұрады. Ал қандай студент, қай студент, ана шыққан студент, үйткен студент, бүйткен студент бізде уже не қосымша ақпарат болып есептеледі. Түсінікті ма? Соны біздер Европта осылай айтамыз екен. Міне біздер әллазиден кейін жумля фиғлия келгенін біз міне мына жерден қарап көріп тұрмыз, сестры. Түсінікті ғой? Сұрақтарыңыз болса, иншаллах маған жазып сұраңдар. Так, енді біздер жумля фиғлияны қарастырып болдық, барлық нәрсе айтылды. Енді иншаллах біздер 11-ші сабаққа кірісеміз. 11-ші сабаққа кірісеміз. Так, продолжим иншаллах по книге. Міне 11-ші сабаққа келдік. Біздің тақырыбымыз фи плюс дамирул ғойб дейді. Ол қалай еді? Көп сестралар бізде мына осы нәрсені ұмытып қалады. Ол қайта мен көп рет айтсам да ұмытып қалады. Так, қайтадан еске түсіреміз. Фи дегеніміз ол харф жар. Солай ғой, фи дегеніміз ол харф жар. Фи дегеніміз міне харф жар. Так, плюс дамирул ғойб. Именно фи деген харф жарға дамирул ғойб. Дамирул ғойб дегеніміз үшінші жақтың дамирі. Ол ху мужской родқа арналған, және хә женский родқа арналған дамирлер еді, дамирул ғойб. Енді фи дегеніміз харф жар, ал оған дамирул ғойб именно мужской родтың дамирі қосылғанда, во-первых, ол бірге қосылып жазылып кетеді. Бірақ ол фи ху емес, фи хи деп хуның дамирдің харакаты кәсіраланып кетеді. Ол жаңа жеңілдік үшін әрине, потому что фи ху деген кәсіраның қасына дамманы айту арабтарға қиынға соққан. Сиқыл деп айтады оның несін, причинасын сиқыл. Сиқыл дегеніміз ол қиындық, ауырлық. То есть ол ауыр. Мына кәсіраның қасына бірге дамманы айту ауырға соққандықтан олар кәсіраның қасында не? Кәсіраны қояды. Сондықтан фихи. Бізге оңай, бәрі нормально деп фиху деп айта беруге болмайды. Біздер грамматикасына еруіміз керек. Ал енді қандай жағдайларда тек қана фи емес, сестры, оның екі жағдайы бар. Хаул ғоиб бізде оның алдында, хаул ғоибтің алдында
немесе я әрпі сукундалған болатын болса, оның алдына қосылып жазылады ғой. Ол ху деген дамир хи болып жазылып кетеді. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, егер ху деген дамирдің алдында қосылып жазылады. Кәсіралы әріп болса, кәсірамен, онда мына ху дегеніміз хиге айналып кетеді. Мына біздің хи деп естіп тұрған, көріп тұрған бүгінгі тақырып, ол мына бірінші жағдайға байланысты жасалған. Неге? Себебі фи ху дамирул ғойыптың алдында бізде не тұр? Я сукуным тұр. Я сукуным. Көбінесе мына сестралар бізде не? Фи деп, кәсіра деп ойлайды. Фи дегеннің мабниюн аля сукун деп жазудың орнына мабниюн алял кәсри деп жазады. Кәсіра деп тұрғанымыз фәнікі. Ал я немен тұр? Я сукунмен тұр, негізі жазылмаса да. Солай ғой. Сондықтан мынау бірінші ережеге сәйкес, бірінші положениеге сәйкес, дамирул ғойыптың алдында сукундалған я тұрғандықтан фи хи деп мынау кәсіраланып қалған. Соны бұл жерде түсіндіріп айтып кеткен сөздер. Ол кәдімгі тақырып ретінде ереже. Дамирул ғойып әл-музаккар фихи. Ал дамирул ғойып әл-муаннас женский родтың дамир без проблем, потому что кәсірадан кейін фи деп айтып тұрған кәсірадан кейін хә деп фатханы айту оңай. Оларға без проблем. Сондықтан олар фи хә дегенді қалдырады, без проблем қалдырады. Женский родта өзгермейді. Тек қана мужской родта фихи, онда, оның ішінде дегенді білдіретін нәрсе. Айтып кететін болсақ, байти фихи хадиқатун. Менің үйім, оның ішінде, немесе онда бақша бар деген мағынаны білдіреді. Фасли фихи туллабун. Туллаб, толиб дегеннің жам осы, көпше түрі. Фасли, менің классым, менің сыныбым, оның ішінде фихи, оның ішінде студенттер. Маза фи хазал байти. Мына үйдің ішінде не бар? Фихи асасун. Онда мебель бар дегенді білдіреді. Так. Мән фил мактаби. Кабинеттің ішінде кім дейді? Ма фихи ахадун. Ма дегеніміз сөздері харфу нафин деп аталады. Харфу нафин, то есть частица отрицания. Нафин деген отрицание, нафиун деген отрицание вообще сөздер. Харфу нафин ол частица отрицания, жоққа шығару харфы. Ахад дейді. Ахад деген бір деген сөз. Бір ешкім жоқ дейді. Жан жоқ деген мағынаны білдіреді ғой. Ма фихи ахадун. Онда ешкім жоқ, ешбір адам жоқ, ешбіреу жоқ. Ешбіреу жоқ дегенді білдіреді. Ма фихи ахадун. Ешбіреу жоқ дегенді білдіреді. Әрі қарай. Хадиқати фиха азхарун. Менің бақшам онда. Неге фиха деген? Неге фихи емес? Себебі хадиқати деп бұл жерде женский род. Сөздер женский род. Хадиқа деген женский род араб тілінде. Сондықтан оның ішінде де фиха деп айтылады. Азхарун, онда гүлдер. Ғурфати фиха нафизатун. Әрине, менің бөлмем, тоже женский род. Онда деп, уже оның ішінде деп, ха деп, онда деп, бөлмені айтып тұрмыз. Фиха нафизатун. Онда терезе дейді. Маза фил хақибати. Сумкада не дейді? Фиха, ха дегеніміз кімді айтып тұр? Хақиба, сумканы айтып тұр, женский род. Кутубун, фиха кутубун. Онда кітаптар дейді. Түсінікті ғой? Осындай нәрсе қазір иншалла иғробын аламыз. Яғул мутакалимге тоқталып айтып кетейік. Яғул мутакалимді біздер алдындағы сабақтарда әрине алдық, оның иғробын толықтай алдық. Қазір мына жерде бізге бөлек тоже берілген. Яғул мутакалим дамирун лил мутакалим. Дамир для первого лица. Байти, ғурфати, хақибати, балади. То есть менің үйім, менің бөлмем, менің сумкам, менің елім, жамиати, менің университетім, әби, умми, ахи, ухти деген сияқты яғул мутакалим өзінің алдына кәсіраны қойып жүретінін ұмытпаймыз.
Енді мыналар сөйлем емес, бұлар просто идофада сөз тіркестер, иә. Ал мыналар уже сөйлемдер. Байти жамилун, ғурфати кабиратун. Менің үйім әдемі, менің бөлмем үлкен. Ухиббу балади, мен елімді жақсы көремін. Жамиати кабиратун. Менің университетім үлкен. Ухиббу аби ва умми, мен анамды және әкемді жақсы көремін. Ухиббу ахи ва ухти дейді, иә. Так, бұл жерде қазір иншалла. Так, мынау яқтағы сөздерге, сөйлемдерге бір ұйғарым жасап кетейік. Мысалы, әл-фаслу деп қысқалайық, иә. Әл-фаслу класс, иә. Фихи туллабун деп айтайық. Фихи туллабун. Менің классым емес, просто класс дейміз, иә. Осы сөйлемді алайық. Фихи туллабун. Әл-фаслу, иә. Класс, сынып, оның ішінде студенттер. Бұл сөздері, иә. Жумляның ішіне жумля кірген уақыт. Жумляның ішіне жумля кірген уақыт, оны қазір айтамыз. Әл-фаслу мубтада, әрине. Марфуғун ва аламату руфхихи ад-дамма. Фи حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هاء الغائب ضمير متصل, هي бірге жазылған. مبني على الكسر дейміз, кәсірмен бітіп тұр ғой осы сөйлем, осы сөз тіркесте. Фи махалли не дейміз? Харф жардан кейін келген нәрсе бізде не болады? Фи махалли жар исм мажрур болады, иә, сөздер, исм мажрур. Енді бұл шибухул жумляны бізге береді, иә. Шибухул жумляны береді. Так, қазір. Шибухул жумляны береді. Және ол шибухул жумля алдыға шыққан хабар болып есептеледі. Ва шибухул жумля фихи. Фи махалли роф хабар муқаддам, я. Хабар муқаддам. Бұл жумляның ішінде жумля дедік, я. Бұл жерде қарасақ, әл-фаслу фихи туллабун. Фихи туллабун деген жумля суғра, сөздері. Жумля суғра. Кішкентай жумля. Өзінің муптадасы және өзінің хабары бар. Өзінің муптадасы, өзінің хабары бар. Өткен сабақтарда біздер өтіп жүрдік, я. Хабар кей кезде муптаданың алдына шыға алады деп, я. Айнди деген сияқты зорфпен шибхул жумляны құраған еді. Ли ахун мысалы, ол кезде де харф жармен исм мажрур, я. Ли ахун дегенде әлләммен я ул мутакаллим шибхул жумляны құрап алға шыққан хабар болатын. Сол сияқты фихи дегенімізді харф жармен исм мажрур. Бұл жерде тоже бізге не хабарды беріп тұр екен. Хабар алдыға шыққан хабар. Оны желательно әрине ұйғырыпта айтып кету. Туллабун бізде муптада. Муаххар артқа кеткен, я. Муаххар марфуғун ва аламату руфхихи ад-дамма деп айтылады. Сосын вал жумлату лисмияту фихи туллабун фи махалли роф хабар әл-фасылдың хабары болып есептеледі, сөздері. Жумляның ішіне жумля осындай түрде де келуі мүмкін. Ол шибхул жумлямыз, алға шыққан шибхул жумлямыз ол зорфпен құралған мүмкін, я, құралған болуы мүмкін, немесе осындай исм харф жармен исм мажрурмен де құралуы мүмкін. Сондықтан да сөздер осы нәрселерді ескереміз. Аль-фаслу муптада фихи туллабун дегеніміз хабар. Осы нәрсені иншаллах жазып аларсыздар өздеріңе. Так, әрі қарай кеттік. Әрі қарай бұл жерде міне бізде ана кітапта, основной кітапта жаттығулармен бірге мафулун бихи деген нәрсені айтылып кеткен еді. Мына жерде ухиббу балади, ухиббу аби ва умми деген нәрселерде ухиббу деген фиғыл тұр. Бұл жерде айтып кететін нәрсе, сөздері, жаңа жумля фиғлияларды өттік қой. Фиғылдың
екі түрі болады деп тағы да бөледі. Фиғылды екі түрі болады деп бөледі. Фиғыл ләзим, қысқаша айтып кетейік. Егер де түсінсеңдер жақсы, түсінбесеңдер ничего страшного, алдағы уақытта иншаллах әлі түсінесіңдер, өтесіңдер әлі. Мына жерде келген ғой сөйлемдер, соның ішіндегі мен сөйлем мүшелерін айтқым келіп тұр. Құрастырылу жағынан сестры фиғыл ләзим немесе мутааддин болып бөлінеді. Фиғыл ләзим немесе мутааддин болып бөлінеді. Екі түрлі болады. Ләзим дегеніміз ол фиғылге фағил ғана жеткілікті. Ол фиғылге фағил ғана жеткілікті. Фиғыл плюс фағил. Болды. Осы жүмләні құрайды дедік. Жүмлә фиғлияды. Бірақ кейбір глаголдар болады, кейбір етістіктер болады, сестры. Фиғыл мен фағил оған жеткіліксіз. Фиғыл плюс фағил оған плюс мафғулун бихи болады. Мафғулун бихи деген сөйлем мүшесі болады. Ол қандай фиғылдер? Біздер мына жерде оған дейін неге қозғамадық ондай фиғылдерді? Себебі бізде ләзим ғана фиғылдер кездесіп жүр. Бізге тек ләзим фиғылдер кездесіп жүр. Ләзим дегеніміз как бы не переходящий, а мутааддин переходящий болып бөлінеді. Неге? Себебі фиғыл, фағил плюс мафғулун бихи деген фиғылдерге мысалы, ол қандай фиғылдер келеді? Мысалы, катаба, жазу. Мен жаздым десем, немесе Мұхаммад жазды десек, тыңдап тұрған адам бір сұрақ қоятын сияқты. Не жазды деген сияқты, не жазды ол? Деген бір жеткіліксіз болады да, мысалы, Сондықтан да катаба толибу, мысалы, студент жазды. Не жазды деген сұрақ туады. Не жазды? Ол сабақ жазды. Ад-дарса деп толықтыру қажет болады да. Сонда үшінші мына сөйлем мүшесі қажет болады. Мына фиғыл нуждается в этом дополнении, понимаете? Нуждается. Он переходит, переходящий деп неге айтылады? Себебі ол действие переходит, да? Переходит. И то, что вот совершено это действие, мысалы, ад-дарс жазылды ғой, сол жаңағы ад-дарс дегеніміз мафғулун бихи. Мафғулун бихи дегеніміз то, на что падает действие деп түсіндіріледі. То, над чем совершено было действие. Понимаете? То, на что падает действие дегеніміз, сол мына іс-әрекет соған түсіп тұр ғой. Катаба соны жазып тұр ғой дәрісті. Сондықтан ол мына то, на что падает действие деп түсіндіріледі. Әрине бұл катаба сондай фиғылдерден, мутааддин фиғылдерден сестры, переходящий, оно переходит на что-то. Мысалы, не переходящийлерден бізде захаба. Осыған дейін кездесіп жүрген барлық глаголдар захаба толибу илал мудири дейміз да қоямыз, оған ешқандай сөз мафғулун бихи қосымша сөйлем мүшесі қажет болмайды. Мысалы, захаба толибу, мысалы, хорожа хамидун, шықты хамид болды, хамид шықты болды, ешқандай несі жоқ. Фиғыл, фағил жеткілікті. Ал кейбір глагол болады, фиғыл, фағил жеткіліксіз. Они нуждаются в мафғулун бихи, в этом дополнительном члене предложения. Например, самиға деген глагол бар. Самиға, сендер просто әлі кездескен жоқсыңдар оларды, бірақ сонда да мен сендерге қысқаша айтып кетемін. Самиға есту. Самиға роджулу десек, бізге түсінікті бола ма? Ой аяқталған бола ма? Сұрақтар болмай ма ешқандай? Әрине болады. Нені естіді? Нені естіді мужчина? Мысалы, самиға роджулу, мужчина естіді. Нені естіді деген сұрақ туады ма? Туады, Мысалы, самиға роджулу азана. Азан естіді деген. Дополнениеде, қосымша сөйлем мүшесінде, қосымша бір сөзде қажет етеді, қосымша бір сөзді қажет етеді, мысалы. Сондықтан самиға дегеніміз тоже мутааддин глаголға жатады. Мутааддин. Самиға азан. Самиға роджулу азана. Азанды естіді. Енді байқасақ, так, мысалы, фахима, қысқаша айтып кететін болсақ, сондай глаголдарды. Фахима түсінді, фахима түсінді, фахима толибу түсінді студент десек, не түсінді деген сұрақ туады, сонда қосымша бір қажет ететін сөздер болатын болса, сондай глаголдар болатын болса, сондай етістіктер сестры, олар мутааддин деген топқа жатады екен. Енді байқасақ, бұл сөйлемдерде
қосымша жаңағы қосылған сөйлем мүшелері фатхамен тұр. Неге? Себебі олар мафғулун бихи болып есептеледі. Мафғулун бихи всегда мансубун деген ереже бар. Мафғулун бихи всегда мансубун. То есть олар насб септігінде. Сол мутаадди глаголдарының бірі мына ухиббу сөздері. Мен жақсы көрем. Мен сіздерге айтсам, просто мен жақсы көрем десем, нені жақсы көрем деген сұрақ туады, солай ғой. Сіздер де просто так мен жақсы көрем деп айта салмайсыңдар ғой. Ол сұрақ туады, бір қажет етеді. Нені жақсы көресің, кімді жақсы көресің деген сияқты, иә. Бұл жерде сол ухиббу деген ахабба юхиббу, то есть ахабба деген глагол, бірақ бұл жерде мудорих түрі келген, осы шақта келген. Мен жақсы көрдім емес, иә, мен жақсы көремін деп мудорих түрінде келген, осы шақта келген да. Бірақ бұл фиғылды әзірше қарастырмаймыз. Бірақ бұл фиғыл мутааддин тобына жатады. Иә, бұл қажет етеді. Нені жақсы көрем? Елімді жақсы көрем деп тұр да. Егер де мына жерде бәләди деп яул мутакалим себебінен біздер кәсіра қойып тұрмыз, иә. Ал егер оны яул мутакалимнен ажыратсақ, ол болады ухиббу әл-бәләдә болады. Болды. Ухиббул бәләдә. То есть мен елді жақсы көремін. Болды. Менің елімді ма, он басқа менің просто ухиббул бәләдә. Неге? Себебі бәләд сөзі, әл-бәләд сөзі сөздер мафғулун бихи. Нені жақсы көресің? Мына іс әрекетім, менің жақсы көру ісім кімге түсіп тұр, неге түсіп тұр? Елге түсіп тұр, иә. Сондықтан бұл мафғулун бихи насб септігінде фатхамен әрдайым жүреді. Бұл жерде да ол мансуб сөздер. Бұл жерде да ол мансуб, бірақ не ол насб септігінің харакаты, фатхасы көрінбей тұр, иә. Сондықтан біз бәләди деген иғраб жасағанда мафғулун бихи мансубун ва аламату насбихи фатхатул муқаддара деп айтамыз, иә. Муқаддара манаға мин зухуриха, яул мутакалим себебінен қалай айтатын едік? Иштиғолул махалли бил харакатил мунасибати лияил мутакалим ва хуа мудоф. Әрине яул мутакалим исім сөзбен қосылғанда идофаны құрайды. Ел, менің елімді жақсы көремін, иә. Ва хуа мудоф. Яул мутакалим дамир муттасил мабниюн аля сукун фи махалли жар мудофун илейх. Болды. Бұл жерде просто мына фатхасы яул мутакалим себебінен көрінбей тұр. Түсінікті ма? Сол сияқты ухиббу аби ва умми, ухиббу ахи ва ухти, барлық жерлерде яул мутакалим тұрма? Ол яул мутакалим мына сөздің асылғы харакатын жасырады. Бұл түсінікті ма? Түсінікті, иә? Иншалла, осымен бізде бұл тақырып аяқталды. Фиғылдерді біз бүгін қозғадық. Міне 11-ші сабақты да алдық, иншалла. Келесі сабақтарда кафул мухатаб, басқа нәрселерді қозғайтын боламыз, иншалла. Тездетіп жазуға тырысамыз. Бізде тағы бір сабақ бар муфраттарға байланысты. Муфрат сөздерге, сосын келесі сабақта біздеріне хауляи, уже ол не көпше түрге нәрселерге көшетін боламыз, иншалла. Иншалла, осымен иншалла тамам. Субханаке Аллахума ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Джазакумуллаху хайран ва баракаллаху фикум.